Жеңілістен көз ашпай келеміз. Жаңа жылды сәтсіз бастаған Теміртау хоккей клубы өз алаңында 6 және 7 қаңтар күндері Павлодардан келген ертіс мұз айдыншыларымен алаңға шыққан еді. 6 қаңтар күні өткен ойынның бірінші кезеңінде Андрей Нестеров пен Сергей Пряхиннің падасын кәдеге жаратып, жерлестеріміздің сапасынан алғаш болып Евгений Степанов есеп ашты. Бірақ кездесудің бірінші кезеңі аяқталар тұста павлодарлықтар сапынан Владимир Боровков белсеніп, есепті теңестіріп кетті. Одан кейін де айылын жимаған теміртаулықтар шабуылын үдете түсті. Осындай қарбалас сәттердің бірінде Борис Яншиннен басалған Евгений Степанов ойындағы дубль авторы атанды. 2-1 есебімен алда келе жатқан теміртаулықтардың қуанышын үшінші кезеңде қонақтар сапынан Сергей Твердохлебов су сепкендей басты. Сергейге нәтижелі пас шығарып берген Гуриев пен Жиляков болатын. Осылайша негізгі уақытта бір-бірін ала алмаған қарсыластар қосымша уақытта да қарық қылмады. Кездесу буллит сериясында жалғасып, Сергей Твердохлебовтың мергендігінің арқасында павлодарлық ұжым жеңіске жеткен болатын. Ал 7 қаңтар күні қос команда арасында қарымта кездесу өтті. Қала тұрғындары да өз хоккейшілерін қолдау үшін көптеп жиналған еді. Дегенмен қырсық бір айналдырса, шыр айналдырады дегендей, хоккейшілеріміз нәтижелі ой өрнегін көрсете алмады. Қарымта кездесуде де алғашқы ойындағыдай тартысты өтті. Бірінші кезеңде белсенген Евгений Лызин, Александр Борисов пен Антон Кудрявцевтің пасын кәдеге жаратып есеп ашса, қонақтар сапынан Денис Гуриев есепті 1-1 етіп теңестірді. Алғашқы кезеңге қарағанды тыныш өткен екінші кезеңде есеп өзгеріссіз қалды. Теміртаулықтардың ескертіп алып аяқ алаңында отырған ойыншысының жоқтығын пайдаланған Денис Гуриев өзінің бұл матчтағы екінші шайбасын еншісіне жазды. Бірақ арада 2 минут өтер өтпестен ойындағы алғашқы шайбаның иегері атанған Евгений Лызин есепті 2-2-ге жеткізді. Дегенмен кездесуге нүкте қояр сәт жақындаған тұста Сергей Твердохлебов әріптестерінің пасын бірден қақпаға бағыттаған еді. Сәтті орындалған соққы ертіс хоккейшілеріне жеңіс алып келді. Есеп 2-3. Чемпионатта қатарынан 4 жеңіліске ұшыраған жерлестеріміз турнирлік кестеде 40 ойыннан кейін 46 ұпаймен 8 орынға сырғыса, Теміртаудан олжалы қайтқан павлодарлықтар 40 ойыннан кейін 85 ұпай жинап, чемпионат көшбасшысы Көкшенің арланын өкшелеп келеді. Енді жерлестеріміз 15-16 қаңтар күндері Астанада жергілікті қала аттас клубпен қос кездесу өткізетін болады. Очень тяжелые игры для нас. Соперник играл очень хорошо оборонялся. Біз үшін өте қиын кездесу өтті десек те болады. Қарсыластарымыз мықты болды. Әрине, екі кездесуде де көп қателіктер жіберілді. Не дегенмен ойыншылар жақсы нәтиже көрсетіп, жеңіске жеттік. Бізді қолдаған жанкүйерлерге алғысымыз шексіз. Скажу так, игры были такие от ножа, упорные. Былай айтайын, әрине ойын аса жеңіл өткен жоқ. Жеңіске жетсе де қарсылас топтың ойыншылары көп жерде қателікке бой ұрғызды. Жаттықтырушыларына көп дайындық қажет деп ойлаймын. Ал біздің ұтылуымыз орынды. Себебі қарсыластарымыздың тәжірибесі бізден едәуір молырақ.